Сәлем баршаңызға. Мұнда тұрған біраз гүлдерімнің бір жағдайын айтып жіберейін сіздерге. Кейбіреуі дұрыс өспей тұр, кейбіреуі емделіп жатыр, кейбіреуі дұрыс өсіп тұр. Бірсыпыра гүлдерді алып келдім көрсетуге. Керемет деп айта алмаймын, себебі біразы даладан кіріп жатыр менде. Ал мынау менде фикус бенджамин. Фикус бенджаминнің ваенни сорты, яғни мынандай ағала жапырақты емес, мынандай ваенни сорты. Осыны бір алып келгеніме біраз болған. Уже 3-ші жылға кетіп бара жатыр ма, өспейді білмеймін. Топырағында ауыстырып көрдім, суды көп құйып та көрдім, суды аз құйып та көрдім, білмеймін. Жай өседі или өзі осылай жай өсе ма, сіздерде қалай өседі? Егер опыттарыңыз болса, жазып жіберсеңіздер, себебі тегі бір биогумусты араластырып егіп көрдім топырағына, сондай жақсы өреді деп бір жерден естіп едім. Төбесінде кестім. Может, төбесінен кессем жан-жаққа жайқалып өсетін шығар деп. Бірақ жаңа жапырақ шығарып қояды, жарық жер жетіспейтін шығар деп орнында ауыстырдым. Білмеймін, жапырақ тастайды, то жапырақ шығарады, әйтеуір осындай болып тұр. Егер негізі сквозняктан, жаңағы су шөлдеп қалғаннан, су көп құйылғаннан жапырақ тастайтыны бар еді. Бірақ мен бар жағдайын жасап жатырмын, сонда да бүйтіп жапырақ тастап кейде өседі. Бір 3 жылда осы-ақ өскені. Мен бір средний қылып алған едім. Егер осы гүлді қалай өсіріп жатсыздар, может, жарық жерге жеткіліксіз шығар, сол жайлы айтып өтсеңіздер, егер опыттарыңыз болса, үлкен болып өсіп тұрған гүлдеріңіз болса. Мен өсіре алмадым. Ал мынау хлорофитум менде варигатный ала жапырақтысы, далаға шығарып тастаған болатынмын. Енді шөлдеп қалған ау деймін, жапырақтары бүрісіп қапты, кейбір жерлер қарайып тұр. Енді бұйыртса обработка жасап, үйге кіргізіп қарайтын боламын. Мынау менде малачай, малачайдың қызыл цветі. Осыны негізі көз тимейді деп жатады. Жаңағы қып-қызыл болып келген ел көзі қызылға түседі да, жаңағы үйге айтылатын сөзді үшін көзді осы гүл алып қалады дейді. Білмеймін, бірақ ондай ырымдарға қатты бүйтіп сеніп, гүлді кейбір ырымдарға сеніп шырмауық гүлді өсірмей жатады. Ондай ырымдарға сенбейді екем. Егер сондай ырымдар болып жатса, рас болып жатса, жаза кетіңіздер. Өз бастарыңыздан өткен оқиғалар болса. Көбісі әйтеуір осыны жаңағы көз тимейтін гүл деп айтады. Білмеймін, қып-қызыл болғаннан кейін шығар. Действительно, қиып-қызыл ғой, ерекше ортасы еще бал сияқты болып тұрады ғой, моншақ сияқты болып. Астынан атроскалар беріп келе жатыр. Жаздай далада жатты. Жаңа универсальный топырақпен аула топырағын араластырып еккен болатынмын. Мына жақтан бытырлап атроска беріп келе жатыр. Жағдайы бұның жаман емес. Өсіп жатыр. Тоже бұйырса өскеннен кейін атроска жасаймын. Қиып қызыл цветін негізі басқа түстермен араластырып ексе болады. Менде ана жақта ақ пен розовый бар. Мынау бар, бұл басқа, бірақ средний. Жапырағы да малачайдың, гүлі де средний. Мынаған қарағанда сәл үлкендеу болады да. Байқасаңыздар. Жапырағы да үлкендеу болады, гүлі де үлкендеу болады. Мына ортасы бал сияқты сап-сары. Малачайлардың бір жақсы жері постоянно гүлдейді ғой, сонысы жақсы. Мына өсіп жатыр, қалындап келе жатыр, атроска беріп жатыр. Бұған мен суды бір қоям, болды, қарамаймын. Ешқандай витамин да бермеймін. Анда-санда пияздың суын, бананның суын құйып қоям. Егер оны қалай құяды десеңіздер, астында бәрі дозасы, бәрі қалай құйылатыны бәрі жазылып тұр. Сондайды құйып қоям, бүйтіп бүйтіп сатып алатын удобренияларды бұларға жұмсамаймын. Себебі өзімен өзі гүлдеп, өзімен өзі өсе беретін гүлдердің қатарынан. Сосын мында хлорофитум. Хлорофитумды өткенде өзіме сатып әкелген болатын. Жақсы жапырақ, жаңа жапырақ шығарып жатыр. Ешқандай мен мазалап жатқан жоқ, өсіп жатыр жағдайы. Қазір камерамды түсіріп жіберейін, жаңа су шашқанға ма буланып қалды. Сәл мутный болып қалды. Сосын өткенде мынау филодендрон белый рыцарь кескен болатын. Кескеннен кейін мына жақтардан атроска жіберіп жатыр. Мына камерам буланып қалды.
Енді түсті. Мынау жаңа жапырақ ашып жатыр. Бәрібір розовый түсін бермеді. Ағарласпен тұр. Міне. Оның өзі жарық жеткіліксіз болып тұр ма, дұрыс шыға алмай тұр. Міне, ақ. Мына жерден 2 отростка шығарды. Төбесін кескенім дұрыс болған екен. Жағдайы бір қалыпты. Қатты бүйтіп тез өсіп жатқан жоқ, жай өсіп жатыр. Ал мынау менде өткенде алып келген, астында видеода білесіздер, кислица тамырын қазып берген болатын. Ол кісі әкеп стаканға еккен болатын. Мен жаңадан камераны алыстан алмай тұр ғой, жақыннан. Мынау жерде жаңа жапырақтар шығарып бастап жатыр, байқасаңыздар. Міне. Енді кішкене оңалып келе жатқан сияқты. Мына жағындағы көп жапырақпен келіп еді, бәрін былай қурап тастады. Алып тастадым оны. Мынаны көреміз енді. Топырақ көп салып жүрген сияқты бетінен. Бірақ сонда да оянып әр жерден тесіп шығарып жатыр. Адам болмайды ау деп едім, болып жатыр әйтеуір. Мына менде геран, варигатный геран. Үстінен кесіп тастаған болатын, сөйтіп далаға шығарып қойған болатын, күн түсетін күн түсетін жерге. Варигатный геран қызыл түс ашады. Мына цветін қараңыздаршы. Өзі жаңағы гүл ашпаса да жапырағы ала, сонысымен әдемі болып тұрады. Жарыққа байланысты ағала болады, осындай дақтары болады. Қалыңдап үстінен кесіп едім, қалыңдап келе жатыр. Енді өсіп келе жатыр. Сәл үлкендеу горшокқа ауыстыруым керек. Күн түсетін терезеге қойып, йод араласқан су құю керек. Герандар негізі йод араласқан суды жақсы көреді. Ана жақта герандарын жайлы бір күн видео түсіруім керекпін. Геранға арнап бұйыртса түсірсем, ол жайлы да көрсетемін, жаңа йод құйған жайлы. Сосын ілгек бар ғой, гүлдемей тұрса геран гүлдеріңіз. Мынау енді кішкентай ғой, сәл өскен герандарың гүлдемей тұрса, ілгек бар ғой, йод араласқан су құюға болады. 1 литрға 3 капля или 1 капля құйсаңыздар да болады. Капляларыңыз майда болса. Сосын ірірек болса, мына жерге ілгек. Бұл енді кішкентай, үлкенірек болса, мына жерге ілгек қадап қойса, гүлдейді. Так, мына жерде аглонема. Аглонеманы мына жағы қурап түсіп сынып қалған болатын. Қурағанда енді белінен, үсті жақсы болды, белінен қурады. Оны алдым да суғарып жарық жер қойып едім. Міне жаңа жапырақ стрелка шетінен шығарып адам болып келе жатыр. Сосын мына жерде аптенияны білесіздер, қызыл гүл ашады. Өткенде даладан кіргізіп, кесіп, отростка алған болатын. Бірақ қалыңдап келе жатыр. Жағдайы тоже жаман емес. Даладан обработка жасап кіргіземін. Міне қараңыздар, шіне жақтарынан сабақ жіберіп қалыңдап келе жатыр. Өткенде кескеннен кейін. Әлі де болса да кеш емес. Мына жақтарынан кішкене кесуге болады. Мына жақтарын бәрін кесуге болады. Сонда қалыңдап өседі. Мына жақтарын бәрі жаңа жапырақ шығарып. Жағдайлар осындай. Ешқайсынан бүйтіп қатты өспей жатқан көрген жоқпын, бірақ мынау кішкене бенжамин дұрыс өспей жүр. Әйтеуір осылай болып тұр. Может, бірдеңке құю керек шығар. Янтарин шашып қоям, янтарин құйып қоям. Так, хлорофитум өсіп жатыр. Айттым жаңа, барлығы қалғандары жақсы өсіп жатыр. Осындай жағдайлар. Парақшамда отырғандарыңызға рахмет. Жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар.